Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқы уақытта өте жақсы жейілетін кимчи салатын дайындайтын боламыз. Біреулер кимчи, біздің тілімізде чимчи деп айтамыз. Өзімнің жасайтын жолыммен сіздермен бөлісетін боламын. Әркім әрқалай жасайды. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен осы пекинская капустаны сыртын тазалап, 4 бөлікке дәл осы видеодағыдай бөліп аламыз. Барлығыны дәл осылай бөліп, үлкендеу ыдысқа салып жайғастырып шығамыз. Мен 10 дана үлкендеу осындай пекинская капусталарды тұздайтын боламын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша аздау етіп дайындасаңыздар болады. Енді оған құятын суын дайындап аламыз. Суға молынан тұз салып, араластырып тұзын ертіп алатын боламыз. Мен осы 3 литр суға 1 пачка тұздың 3-тен 1 бөлігін салдым. Жақсылап араластырып, осы капусталардың үстіне құямыз. Барлық капустаны көміп тұратындай су болу керек. Үстіні жақсылап бастырып, 2-3 күнге салқын жерге қалдыратын боламыз. 2-3 күнде жұмсап дайын болады. Міне 2-3 күннен кейін осы капусталарды жуып, 2 реттен жуып тазалап аламыз. Өйткені кішкене иісі болады. Сол иісі кету үшін тазалап жуып аламыз. Қалған заттарды да дайындап аламыз. Бізге керекті редка, яғни тұрыпты үлкендеу бөліктерге бөліп турап алдым. Сәбізді күштен өткізіп алдым. Қызыл ащы бұрышты мясорубкадан өткізіп, сарымсақты езіп дайындап алдым. Енді капусталарды турап алатын боламыз. Өзегін алып тастаймыз. Үлкендеу бөліктерге бөліп турап аламыз. Негізі турамастан дәл осы түрінде қызылын жағып, тұздап қойсаңыздар болады. Бірақтан маған осылай турап дайын күйінде тұздаған ұнайды. Сосын дайын болған кезде салып, алып жей береміз. Міне дәл осы тұрысында да қызылын жағып, бірден тұздап тастасаңыздар болады. Енді турап дайындап алған капустаның үстіне сәбіздерді саламыз. Үстіне тұрыпты саламыз. Сарымсақты. Сосын қызыл ащы бұрышымызды қосамыз. Үстіне кинза қосамыз, майдаланған аздап. Укропты аздап осындай үлкен бөліктерге бөліп қостым. Сосын аздап тұзды су қосатын боламыз. 1 литрге 3-4 қасық өздеріңіз дәміне қарай қосасыздар. Сосын барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне барлығын жақсылап араластырдық. Енді оны беті жабылатын ыдысқа салып, салқын жерге тағы да 2-3 күн уақытқа қалдырамыз. Суыны көріп тұрыпсыздар, қанша екен. Кішкене осы капусталар суға кіріп тұрғаны өте жақсы. Тағы да 2-3 күн бетін жауып қалдырамыз. Сонда біздің капустамызға осы ащысы, тұзы барлығы сіңіп, өте дәмді болып дайын болады. Қыстың күнінде тамақтармен жегенге өте жақсы. Жасап көріңіздер, қыздар, жасалуы оңай. Видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алда қызықты рецептермен бөлісіп баратын боламын. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.